Күннің әсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Бурсиетова чалышам. Қайырлы ақшамлар. Федераль мақсадлы программа амелге кечірілуі бойынша кураторлық еткен баш назирның ері артқа чола біле. Бұл вазифе программаның көлемі бұйық олғаны себебінден көрсетілген еді. Сон баш назир ері пейда олды. Шунын үшін бұл векелетлер баш назирге кече біле. Қырымда яңы парламент мевсімі башланды. Қырымны Қадифе yorғаны қаплайжақ. Нам, безусловно, Біз әлбет номерлер фондыны кенішлетмек керекміз. Олғанларында реновация кечірмелі. Вет тамам ел бойы çalışмақ имканлары туристлерні мусави шекілде қабул етмеге имканлары ача. Октябрь айында sıcaklar olacak mı? Театрымыздың залы seyircilerle толды. 3400 kömür. Тамир етілген Milli театрымызде күз мевсімінің бірінші премьерасы. Сергей Аксенов Жұмхуриетінің сағлық сақлав назиры Александр Остапенканы истифасыны қабул етті. Бұақта Қырым елбашчысы өзінің ішсімайы ағларындаки сайфелерінде хабер етті. Вақтынжа бұл назирның ұшыны Судақ шер хастаханесінің баш екімі Константин Скорубский еда етежек. Әр вақыт олғаны кебі, оның намзеті Русия Федерациясының сағлық сақлақ назирлігінде ұйғынлаштырылайжақ. Александр Остапенко бұл идаренің ребері оларақ бір елдан аз вақыт, яғни 2020 сене октябрь айындан берлі çalışты. Бұндан әвел Осимашқа адына Жұмхури клиник хастаханесінің баш екімі вазифесінде çalışты. Қырымны қайтармақ тұрышулары или Украина невбеттекі кере реаллікні қабул етіп оламағаныны нумайыш ете. Böyle yatıp Sergey Aksyonov içtimai ağlardaki o sayfelerinde komşu devletinin hakimiyeti tazdıqlağan tedbirler planı amelge keçirilüğü hakkında emde Kırım ve Akyar deokupasiya stratejiyası dep adlandırılgan fikirleri boyunca seslendi. Cumhuriyet yolbaşçısının sözlerine göre içbir strategiyalar, planlar, adımlar yarımadanın Rusiyeli statusuna tesir etip olamaz. Бұл ақылсыз ве умутсыз фарс тек Украин халқының диққатыны ақиқи меселелерден четке чеке ве Киев бар күчнен ярымаданы контроль етмеге истегенini нумайыш ете. Қырым платформасы ВДА чоқтан-чоқ файда бермеген тедбірлер ве уйдырылған реалик саасындан тешебуслер айны шу мақсадынен кечерілі. Бойлы кебі весиқаларының тек бір файдасы. Оларны уйдырған муэлифлерінің хаяли қабилетлеріні артырувында олса керек. Дегер файдасы yok ве олмасы мүмкін дегіл. Қырымда яңы парламент мевсімі башланды. Devlet Şurası keçirген күзлік бірінші сессияның күн мевзусында 40-тан зияде суал бар. Мебуслар Қырым Жұмхуриеті ile көрсетілген мүлкиет ве топрақ мұнасебетлеріне дайыр қарарлар блокына қол тұттылар. Дебют отырышуда парламентарийлер Қырым үшін муафақиетлі сайлав кампанияның нәтижелерін шығардылар. Региондан Русия Devlet Думасына сайланған Алексей Черняк ве Леонид Бабашов өз зенатдашларымен сағлықлаштылар. Мебуслар татиллер девамында регионларны зиярет еткен соң, эсас нәтиже 5 ел мүдетлік іштимai иқтисадин кешав программасы олды. Бұл программа сакинлерінің мұражатлары üzerinde тызылды. Парламентарийлер емде яңы дүния махкемечелеріні таздықладылар. Devlet Şurasында кадр қарарлары ақында журналистлерге Владимир Константинов тариф етті. Назирлер Şurasында евелкі малюматқа көре, Қырымда федераль мақсадлы программа амелге кечірілуі бойынша кураторлық еткен баш назирның ері артқа чола біле. Yolbaşçımızның ноқтайы назарыны анлайым. Бұл иш еріні қысқарқмақ керек. Функциялар дарқатылмалы. Бұл вазифе программаның көлемі бұйық олғаны себебінден көрсетілген еді. Сон баш назир ері пейда олды. Шунын үшін бұл векелетлер баш назирге кече біле. Қырымда Қадифе мевсімі олайжақ. Бірінші қысымны синоптиклер енді сентябрінің башында қайдеттілер. Тамам бір айдан соң ярмаданы да бір епек күз yorғаны ортежек. Ательерлер, туристлер басажағына азырланалар. Кулинарлар гастрономик жеттен айретте қалдырмаға тұрышалар. Түбейжелер ісе Роспотребнадзор талаплары реет етілуіні контроль етелер. Қырымда күз ратлануының мұйты ақында не бетекілев қамас. Фотоаппарат чертмесі Красноярск шеріндегі квартираның диварында Қырымда ратлануыны қатырлатқан кадр асылажақ. Маргарита ярымадада енді екінші керекелі. Виктор үшін есе бұл дебют. Чоқ бекленілген татил күз айларында раст келді.
Туристлер азжа, ава яхшы олajağına умют етеміз. Чүнки сентябрь айында қадифе мевсімі олмалы. Кезлев күздері атланув популярлығы бойынша бір қаш жедвелінің бірінші сатырларында. Курорт ер тарихи программа ве медени егленже кібі жетлерінің бірлешмесі туроператорларыны өз зенаат байрамыны, яни туризм күніні іште қаршыламаға мечбур ете. Каждый день ежедневно. Эркун маршрутлары қында солер беріле. Бізім тарихи абиделеріні насыл зәрет етмек мүмкін. Шынын үшін, октябрьде бізде туристлердің бұйық ақымы олур деп беклейміз. Мевсім девамында 8 миллион турист. Бұ тек 7 йыллық рекорд дегіл. Бұ бүтін Қырым тарихының рекорды. Мында атта совет девірі кіре. Йылның сонуна же рақамлар баяғы деніші жек. Президентінің авалесі бежермек керек. Ойсе 10 миллионна же мұсафырны қабыл етмек керек деді. Нам, безусловно, Біз әлбет номерлер фондыны кенішлетмек керекміз. Олғанларында реновация кечірмелі. Вет тамам йыл бойы çalışмақ имканлары туристлерні мұсави шекілде қабыл етмеге имканларыча. Қырымда ярым бинге яқын пляж бар. Вешімді олар социопат үшін женнет ерідір. Әлбет, күзде Қырым суы башлаған деңіз манзаларынан бітмей. Бұ да гастротуризм. Ерлі кулинарлар аневи қара деңіз емеклеріні аутентик Қырым колоритіне қошалар. Бір табақта балық ведегер шарқы деликатеслер ола біле. у нас всегда на завтраке. Бізде вақыт сабалық үшін ең популяр аш бұ кезлев янтықлары. Эпысы мұсафірлер оларны ашап бақмаға істейлер. Йыл бойы çalışқан курорт реномесіні әмде ғарби ялы амплуасы таздықлай. Кезлев тезден экстремаль сув спорт чешітлерінің пайтақты ола біле. Это кайтинг. Бұ кайтинг, виндсерфинг, вейксерфинг. Бұ ерде фаалер атланувны севгенлер үшін шарайт бақылды. Олар өз вақытларыны пек яқшы кечіре білелер. Отеллерде туристлер далғасыны беклеген вақыт, мевсімге кедер еткен esas дұшманның далғасы ақында да унутмайлар. Қырымда ковид профилактикасы бойынша чәрелеріні риет етмектен ғайры, хасталанып түзелгенлерге күчке кірмеге ярдым етелер. Анализлер эм биохимик эмде умуми, элбетте икемнің бақувы профилактик тәдбірлер тайынленуы. Қырымда туристлеріні желп еткен магнитлерден бірі бұ эфсаневи сақ чамуры, юзлерже хасталықтан дермандыр. Ярымадада файдалы чамурыле 26-ға яқын гол бар. Амма бұ иләжіні тек мақсус донатылған сақ голүнден чықаралар. Енді бұның үшін яны тертибат бар. О танк кібі чамурдан қорқмай. Она, в отличие от О тотланмаған челіктен ясалған. Бұ ал оны чоққа даянған ете. Чүнки чамурның минерализациясы бірлерде 250-ге ете. Айны шу ерде тетқиқат лабораториясы чалыша. Оның вазифесі истималжыны кейфиет ве хавсызлық иле темин етмек. Шашылажақ шей, амма хастаның беденіне яқылажақ чамур теміз олмалы. Бұның үшін оны темелден огренелер. Наши сотрудники, Елизавета. Бізім қадымымыз чамурдың анализіні ала, сон о чамурның келечек басамақа азырлай. Бұ чамур кеселі водыр. Оның içinde не қадар чөплік олғаны бақыла. Бұ en мұйым қасиетlerden бірі. Чүнки инсанын бедені үстіне яқылған сон теріні ярылмасы мүмкін дегел. Турлар бронь етілген ве мұсафырханелерде номерлер жиштырылған ве атта табиат туристлер келмесіне азырылған вақыт әркес яваға диқат айыра. Синоптиклерінің тахминлері яқын аптаға пек қувандырмай. Геджи суық, күндіз есе ел олажақ, дейлер. Ощущение дискомфорта. Ава ile бағлы дискомфорт дұйғысыны шымали шарқы ел артырajaq. Біз оны сентябрдің 30-ден октябрінің 3-не қадар беклеміз. Оның сүрияты сәнеде 15-20 метрге етежек. Ама Қырымға азырланып, жемиданларыны топлағанларының кейфі бозулмасын. Октябрның 1-10 күні девамында ярымаға кене яз қайтажақ. Ава арареті күндіз 20 градусқа же қызажақ. Денис есе бұл вақытқа біраз сувуйжақ. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий, Асан Ибрагимов, Миллет Ичун, Кезлев. Контроль арттырыла. Жүмхурет елбашчысының авалесі бойынша Қырымда жемат нақлиятының жедвелі доғры тізіле. Комиссия сабақшам час пик деген вақытлары ташыйжы өз мәжбүриетлеріні насыл бежергеніні тешкере. Бұақта Дауд Чахаловның левхасы. Феликс Михайлов Аджиқал көйінде яшай. Эркунях мезжитке ішке қатнай. Кешке қалмақ оның үшін пек ярамай шей. Мен пунктуаль адам, бір ерге ертеже келмеге севем. Ве жемаат нақлияты яқшы қатнай. Маршруткаларнен кечке қалмайсын. Ве бұ жеттен проблем yok. Күн саба 6-дан ақшам 8-ге же. Ерлі сакинлер онайтлы жедвелден ғайры, yolcular ташыған нақлиятның комфортлығыны қайт етелер. Яны автобусларға чоқча адамсыға, кондиционер ве видеокозетюв системасы бар. Айны бойле автобуслар Ақмежджит Сейманлар кой маршруты бойынша қатнай. Ерлі сакинлердің риджалары иле ташыйжыны деніштірділер. Шымдылық нақлият бағы меселесі Леватки койынде қала.
Шымды бұл суал чезілді демек мүмкін. Біз бұнен оғрашамыз, шымды тест режимінде біз емде нақлият теркібіні янартық. Оны 6 машинаға же арттырдық, ве шымды велкікібі 1 саатлық тенефес yok. Мен үміт етем ке, бұл тест режимі бізде яқшы кечер, ве адамлар сентябрь айында yüz берген денешмелеріні көрерлер. Қырым пайтақтында вазиет біраз башқаджа. Сабав яқшам тақытынлар пейда ола. Шу себептен жемаат нақлиятыны чоқча беклемек керек ола. Асылында ешкөнлері вазиет кергенлеші базар әртесі көні пек бұйық тақынтылар ола. Егер свобода тарафтан келсен, 40 даққадан 1,5 саатқа же yolda оласын. Мен де 40 даққа кімірде атта 1 саат вақытымы yolda кечерем. Біз тақынтыларда тұрамыз, кечмекнің чересі олмай. Күрішні қапаттылар, көйден бір автобус қатнай, мен шерге яқын яшасам біле, нормаль қатнамақның чересі yok. Нақлият назирлігі ерлі мемориетнен берабер жемаат нақлиятының ішіні зиядеджі контроль етежек. Эркуль мониторинг кечіріле, бір автобус видеофиксация етіле, чүнки гражданлар шекайет етеділер. Ахмеджет Қырымның пайтақы олғаны назарға алып, біз тешкеревлер кечірівіне айры диққатқа айрамыз. Бізде ақшам саат 8-ден 11-ге же жемаат нақлияты, яғни автобуслар ве троллейбуслар қатнай. Сонки троллейбуслар парқа ярыгеже кірелер. Маршрутлар графигінің оптимизациясындан ғайры Москва акимиеті ве Қырым арасында яны автобуслар сатын алынуы бойынша анлашма амелге кечірлігі девам ете. Бұл сене 2095 автобус сатын алынды. Келечек сене да уч юзу планлаштырыла. Ярымаданын нақлият ағы кичік көйлеріні ве бұйық шейрлеріні бірлештіре. Ташыйчылар тарафындан көтерілген қызметлер әр вақыт контроль етіле. Ве кейфиет юкселтілігі үшін көреш кете. Дауд Чахалов, Рамазан Аливапов ве Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ялтада яңы стрит-арт объект пейда олды. Ресамларының тешебісіне Қырым курорт пайтақтының мемориеті қол тұтты. О ерден Лиля Ислямованың ренкле репортажы. Енді Ялта шерінің Севастопольская сухағыны китапларнен қыз деп адландырылған ресім яраштырajaq. Қыз етрафтаки муитнен иш тута. О фенер столбасы янында тура. Бу манзара ақшам саат 7-лерде деніші. Фенер столбасындан урған ышық китап оқымаға ярдым еткенini көреміз. Проект üzerinde бүтін Қырымдан 4 адам çalıştı. Граффити акрил ве аэрозоль бояларнен чызылды. Sonra үстінден лакнен бояланды энді ресім ен аздан 10 жылға қадар турajaq. Китап ве умумен эдебият оқымақ керек. Бізім деверімізде техника, телефон, планшет кібі шейлер кеніждір қала. Шының үшін бізім шейріміз бойле садайын кешаф етмек керек деп саям. Мерақлы везе міневе эдебият тапмақ мүмкін ұлған китапханелеріміз чоқ дегел. Ғайны керчеклештірмек üzerinde 4 қырымлы ресам çalıştı. Пек дүлбер, мен бегенем, менің фықырымже esas ғайы диварны яраштырмақ еді, ве бойле де олды. Қырым курорт пайтақтының мемориеті ресамларының тішібісіне қол тұтты. Шерде енді ондан зияде бойле ресім бар. Шеріміз дүлбер жолғанына қуванамыз. Менімже Қырымның бір шеріне бойле ресімлерінен рен қошмақ керек. Келечекте есе ресамлар тақымынен ішбірлігіміз тек оларға бағлы. Олар фаал олмалылар. Шымды арамыз пек яқшы. Граффити яратылуына 2 hafta қадар вағыт кетті. Ресамлар яны проектлерінің башламаған ниетленелер. Бойле етіп ярамадамызның чоқча шейрлері яраштырылajaq. Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін Ялта. Менің Зенатым Задекян. Қарым-татар академик музыкалы драма театрында премьер спектакль кечті. Бұл итальян драматургларының комедия пьесасыдыр. Қарым-татар түсу иле четел саналаштырманы серджілер сыжақ қаршыладылар. Спектакль насыл кечкен ақында бізім левхамызны серетіңіз. Асан Беляловның ижрасында халық ері. Ама бұл нам қазанған ержінің концерті дегіл. Санада театраль сананың ұсталары Эшреф Ягяев, Элина Мустафаева, Лимара Джелялова, Эдем Таиров ве чоқ ұсы дегерлер. Менің Зенатым Задекян адлы комедия яны образларыны кейіп бақмаға имканлар açты. Баш рөлде Асан Белялов. Оның қараманы Атик Қырым татар егеті. О шенлене, ерлай ве ойнай. Артист үшін бұл дебют дегіл, ама мерақлы тежрибедір.
Мен узум зенаат боюнча актер дегилим. Мен бойле bir ameli актер десем olur. Yani men her şeyni sanada öğrendim. Bu eposu menim zanaatdaşlarımның yararlığıdır. Olar her vaqt yardım ete, akıl öğretmege azırlar. Rejissör de elbet. Manga yırlamak kolayca. Ana o vaqt men bir özüm her şeyni yapabilem. Менің зенатым Задикян, итальян müellifleri Giulio Scarnacci ve Renzo Tarabuzzi'nin komediyasıdır. Spektakl Kırım Tatar tiline tercüme etildi ve bizim seyircimiz için geliştirildi. Lokal mizah, dekoratsiyalar ve elbet tuğan muhit. Süjet boyunca avantüristler fuqari qorantalarını qorçalamak maqsadının komitet yaratalar ve andan özleri para alalar. 3400 kömür. Sanalaştırmada 20'ge yakın aktör iştirak etti. Olar seyircini duygular alemine daldıralar. Bu teatra gelen sonra halk birbirimizi göreyik, adetlerimizi bakayık. Allah'a çok şükür, что biz bir yana geldik. İyi tiyatrımız var. Bu Kırım Tatar Teatrı tamir etilgen son Kus mevsiminin birinci premyerasıdır. Hepsi seyircilerimizge davet etem, keliniz teatrımızga. Şunda yana bina. Onun için hoş geldiniz. İşte kısmet olsa şunda konser programması hazırlanacak. Sonda da spektakl Arman Devası. Oktyabr ayında seyirciге kahramanlarımız Ahmetхан Sultan ve Alime Abdinanova hakkında spektaklerini takdim edecekler. Yakın vakitte Orman Davası serlevalı komediyanın premyerası geçecek. Yanı yıl arifesinde ise teatrının en küçük misafirleri için tuğan tilimizde masallar hazırlanacak. Elmas Ablakimova, Sofiya Cumerova ve Dmitriy Nizavoy. Millet için. Tıbbiciler hakkında bizim daimi rubrikamızda Liviza Bondarenko. Covid госпиталі, travmatologiya ve kabulhane bölükleri. Hemşirenin 16 yıllık tecrübesi var. Ağır iş ve bir hastanın yaşayışında iştirak etken hakkında Lila İslamova'nın levhası. Adamlarga yardım etmek Liviza Bondarenko erte balalıktan tamam bunu isteydi. Okumağa da pek seviydi. Biyologiya ve химия fenlerinden vakit tek ala bağlar alaydı. 2005 sene men mektepni bitirdim. Ömrümü tibbiyetini bağlamağa karar aldım. Soy-sop arasında tibbiciler yok. Men bu isteğim hakkında babama ayttım. O meni Ahmedjutke alıp ketti ve men Kırım Tibbi Kolejinde oku başladım. Hemşire bana ya da felçer işim. Student olacak kız bu uç yönelişten birini seçmek gerek idi. Neticede akuşer yani ebanaylık işini seçti. Men balalarını seviyem. Men onlardan doğulganını görmege. Bu işte iştirak etmege istedim. Men akuşer olmağa karar aldım. Anda 3 yıl okudum. Ama birden Loxsahanege kırıp çalışmak imkanı olmadı. 8 yıl Ahmedjut psixiatriya hastahanesinde çalıştı. Ve bundan son Bahçasaray hastahanesinin kabulhane bölügünü işe kirdi. Men pek beğendim. Birinci vakitlari pek korkaydım. Aslında ise bir hastaga ayrıca yanaşmak gerek. Sevimli iş ve muhabbet kolektiv Merkezi Bahçasaray hastahanesi Liviza Bondarenko için ikinci ev olup kaldı. Mundaki işni birden beğendim. Hususan mına bu acele muracatlar. Çeşit allar ola, hastalar açıvlı ola, kemeresi tınç ama men sizge öz duygularımı ifade etip olamayım. Bu işni candan seviyem. Mundan bir yerge gitmege istemeyim. Pandemiya kahramanımızın yaşayışına da tesir etti elbet. Yakın 2 yıldan beri Liviza Bondarenko Covid госпитальде yatkan hastalarga yardım etti. 12 saat toxtamay çalışan nöbetçilik grafigi 3 günde bir kere rast geliyor. Şimdi endi her şeyini bilemiz. Başından ata korçula forbalarını nasıl kimenge bilmeydik. Şimdi endi her şeye alıştık. İşte kolaylıca görünüyor. Kiynesin, çapıp çıkasın, hastanı kabul etesin. Cinden sevilgen iş kahramanımız için tibbiyet işten de ziyadedir. Şimdi hastalarının sağlığı ve onlarını kayırmak hemşirenin esas vazifesidir. Bir kişi tibbiyetinin mürekkep yılını geçip olamaz hekimlerini ve hemşirelerini bizim devirimizin kahramanları dep adlamak mümkün. Liviza Bondarenko planlarında ise yanı maksatlarga erişmek tecrübesini arttırmak ve özünü mükemmelleştirmek. Lila İslamova, Hasan İbragimov, Millet için Bahçasaray. Bu noktada yekünleyim, bizi olыңыз.